7-20-25 бағдарламасы бойынша пәтер алғаннан кейін ай сайын банкке қанша төлейтіндігіңізді есептеу өте оңай. Біріншіден, баспана 7-20-25.kz ресми сайтына онлайн калькулятор бар. Пәтердің құнын енгізесіз, аймақты таңдайсыз және бірден ай сайынғы төлем сомасын біле аласыз. Мен Алматы қаласы үшін 12 миллион теңге сомасы максималды 25 жылға енгіздім. Бастапқы жарна ретінде 2 миллион 400 мың теңге салдым. Қалған 9 миллион 600 мың теңгені маған несиеге беретіндігін көрдім. Ай сайын банкке мен шамамен 68 мың теңге көлемінде қайтарып отыруым керек болды. Барлығы көз алдыңызда және түсінікті. Сонымен қатар бұл қарыз үшін басқа көптеген онлайн калькуляторларда пайда болды. Несиеге өтініш рәсімдеуге банкке келген кезде сізге қосымша тағы есептеп береді. Міндетті түрде өз мүмкіндіктеріңізді таразылаңыз. Сіз несие әлі мақұлданбаған жағдайда бас тарта аласыз. Ипотека дегеніміз міндеттеме екені есіңізде болсын. Десе де, 10 мыңнан астам қазақстандықтар 7-20-25 бағдарламасы бойынша несие алып, өз баспаналарында тұрып жатқанын біліңіз.